Құрметті достар, бұл видеода мен сіздерге сайт жасауды үйретемін. Басынан аяғына дейін барлық қадамдарымды көрсетемін. Сайт жасау өте оңай, кез келген адам жасай алады. Міндетті түрде компьютер маманы болудың қажеті жоқ. Егер мына видеоны бастан соңына дейін қарасаңыз, сіз де сайт жасап үйреніп аласыз. Біз бұл видеода шын сайт жасаймыз. Мына алдыңызда көріп отқан сайт бұл Казфуд сервис деген компанияға біз жасаған сайтымыз. Бұл шағын сайт, одностраничник деп атайды, немесе лендинг пейдж деп атайды. Бұл сайт компания туралы қысқаша мәлімет береді. Мына логотип, немен айналысатыны туралы, компания туралы мәлімет, мына жерде сурет, қандай өнімдер шығарады, қандай көліктері бар, қандай партнерлар, клиенттары бар, және бұл компания мекен-жайы қандай. Сондай қысқаша мәлімет береді. Мында жоғарыда меню бар бізде, және телефон нөмір бар. Осы сайтты біз қазір жасаймыз. Бастан аяғына дейін 0-ден бастап жасаймыз. Негізінде осындай сайттар жасау арқылы сіз жақсы ақша таба аласыздар. Егер де сізге бұл тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында мен сіздерге бір пайдалы кеңес айтамын осыған байланысты. Сосын мен үйрететін сайт жасау әдісі ол ең арзан әдіс. Бұдан басқа сіз естіген болуыңыз мүмкін. Wix немесе Tilda деген платформалар бар. Олар арқылы сайт жасасаңыз, сіз көбірек ақша жұмсайсыз. Бірақ мен үйрететін әдіспен сайт жасасаңыз, сіз айына бар болғаны 300 теңге құртасыз. Сонымен сайтымызды жасауға кірісейік. Мен бұл видеоны 4 бөлімге бөлдім. Біріншісі ол домен сатып алу. Кез келген сайттың домені болу керек. Мысалы, мына сайттың домені ол kazfood.kz. Яғни ол сайттың мекен-жайы. Ол бізде қазақстандық домендер .kz деген домендер 3388 теңге тұрады. Сосын екінші бөлімде біз хостинг сатып аламыз. Хостинг деген ол сайтыңыздың орналасқан жері. Оны да міндетті түрде сатып алу керексіз. Мен ең арзан вариантты сізге дайындап қойдым, ол 300 теңге. Бұл 300 теңгені сіз сайтыңыздың жұмыс жасап тұру үшін ай сайын төлеп тұруыңыз керек болады. Хостингті алғаннан кейін біз WordPress қондырамыз. Ол деген біздің сайтымызды жасауға арналған платформа. Содан кейін біз соңғы бөлімде сайттың өзін жасаймыз. Ендеше ең бірінші қадамымызға, яғни домен сатып алуға кірісейік. Ол үшін осы YouTube видеоның астындағы домен хостинг деген сілтемеге басыңыз. Сілтемеге өткеннен кейін регистрация деген кнопкаға басасыз. Содан кейін, егер сіз компания болмасаңыз, онда физлицо деп таңдайсыз. Егер сіз компания болсаңыз, онда юрлицо немесе ИП деп таңдайсыз. Содан кейін онда Қазақстан азаматымын деп таңдайсыз. Кейін продолжить деп басасыз. Мына жерге фамилияңызды жазасыз. Отчество керек емес, иін тоже керек емес деп тұр. Почтаңызды жазасыз. Телефон нөміріңізді жазасыз. Содан кейін өзіңізге бір жаңа пароль жазасыз мына жерге. Зарегистрировать деп басасыз. Осыдан кейін сіз өзіңіздің банағы көрсеткен электрондық почтаңызға баруыңыз керек. Өзіңіздің почтаңыздан подтверждение регистрации деген хатты ашуыңыз керек. Содан кейін для подтверждения адреса деген сілтемеге өтуіңіз керек. Міне, вы успешно активировали ваш аккаунт. Регистрация біткеннен кейін домен сатып алуға кірісеміз. Ол үшін мына жерге болашақ сайттың атын жазамыз. Мысалы, azaddemo.kz. Подобрать деп басамыз. Міне, azaddemo.kz бос екен. Бос болса, осылай жасыл болып жанып тұрады. Егер бос емес болса, қызыл болып жанып тұрады. Мысалы, міне қараңыз. azadstudio.kz. Домен занят деп тұр. Значит, ол доменді біз ала алмаймыз. azaddemo.kz деп жазамын қайтадан. Міне, бос. Выбрать деп басам. 1 жылға алам деп айтам. Егер қаласаңыз, 1 жылдан көп уақытқа алсаңыз болады бұл доменді. Мен 1 жылға алам. Заказать деп басам. Сайт адамның немесе компанияның атына тіркелген болу керек. Сондықтан сізде мында контактные данные укажите деп сұрап тұр. Мына жерге басасыз. Және толтырасыз. Физлицо, аты жөнім, индекс.
Мына жерге кез келген нәрсе жазасыз, мысалы другое дейсіз. Содан кейін сохранить контакт дейсіз мында. Мына бұл деген сөз azatdemo.kz сайты мына кісінің атына тіркелген деп көрсетіліп тұр. Содан кейін продолжить дейміз. Мына ваш заказ деп дайын тұр. Міне біз доменді таңдадық. Енді біз хостинг алуымыз керек. Ол үшін мына жерге өтесіз. Виртуальный хостинг деп таңдайсыз. Мына жерде неше түрлі варианттар бар. Сізге осы сайтты жасауға мына екінші вариант жеткілікті. Заказать деп басасыз. Осыдан кейін сіз мына жерде ежемесячно деп таңдасаңыз болады. Ол кезде сіз сайтыңызға ақшаны ай сайын төлеп тұруыңыз керек болады. Егер бір төлегіңіз келсе бір жылға, онда ежегодный деп таңдайсыз. Маған жылына бір төлеген ыңғайлы, себебі мен ай сайын төлеуге кейде ұмытып кетемін, менің сайтым сол үшін жасамай қалады. Сондықтан мен бірден бір жылға төлеймін. Сосын бір жыл бойы ол хостинг туралы уайымдамаймын. Мысалы, осы видео үшін мен сіздерге ежемесячный деген вариантты көрсетейін. Ежемесячный деп таңдаймыз. Содан кейін мында антивирус керек емес сізге. Продолжить деп басасыз. Мінекей, мына тарифный план F2 деген ол хостинг сізде 300 теңге айына. И домен azatdemo.kz бір жылға 3388 теңге. Барлығы 3688 теңге төлейсіз. Біз қазір төлемді Каспий Голд картасымен төлейміз. Завершить заказ деп басамыз. Содан кейін төменге өтеміз. Каспий KZ деп таңдаймыз. Сосын перейти на сайт Каспий дейміз. Мына жерде мен өзімнің Каспийіме кірем. Каспийге кіргеннен кейін мына жерде сіздің заказ номері шығады. Сіз просто продолжить деп басасыз. Мына к оплате 3688 теңге. Картаңызды таңдайсыз и к оплате дейсіз. Төлейсіз. Төлегеннен кейін банағы сайтқа қайта ораласыз. Міне оплачен деп шығып тұр. Домен мен хостингті сатып алғаннан кейін сіздің сайтыңыз бірден жұмыс жасап кетпейді. Сізге бірнеше сағат күту керек болады. Мысалы, қазір сайтқа өтетін болсақ, azatdemo.kz. Сайт әлі жұмыс жасап тұрған жоқ. Мен әзірше бұл видеоны паузаға басам, сайт жұмыс жасап кеткеннен кейін сабақты жалғастырамыз. Мінекей, дәл 1 сағат өткеннен кейін менде сайтым жұмыс жасай бастады. Сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. 2 сағат күтуіңіз мүмкін. Сайтыңызды сағат сайын тексеріп тұрыңыз, обновлять етіп. Мысалы, мінекей сайтыма кірдім де обновить еттім. Сайтым бір мәлімет бере бастады. Сізде осындай информация шықса, астындағы кнопкаға басасыз да, мына төмендегі сілтемеге кіресіз. Мінекей сайт жұмыс жасап тұр. Бірақ бұл сайт әзірше бос, ішінде ешқандай мәлімет жоқ. Мінекей біз доменді алдық, хостинг алдық, біздер бәрі жұмыс жасап тұр. Енді біз WordPress деген платформаны қондырамыз, сайт жасауға арналған платформа. Содан кейін сайтты жасаймыз. Сонымен жалғастырайық. Ендігі қадам ол WordPress қондыру. Ол үшін біз банағы сайтқа қайтып барамыз. Сосын мында личный кабинетке кіреміз. Ваш хостинг деген жерге басамыз. Управление услугой. Сосын войти в панель управления. Содан кейін менеджер файлов. Сосын мына файлды кетіріп тастайсыз. Бұл деген сіздің сайтыңыздағы по умолчанию ашылатын страничка. Оны кетіріп тастаймыз. Содан кейін сайты и домены деген жерге барамыз. Осыдан кейін біз сайтымызға SSL сертификат қондырайық. Ол үшін мына жерге барамыз. Получить бесплатно деп басамыз. Содан кейін мына екіншісін, сосын соңғысын таңдайсыз. Получить бесплатно деп басамыз. Мінекей. Осыдан кейін қайтадан сайты и домены деген жерге барамыз. Сосын установить WordPress деп басамыз. Мына жерде сайттың атын жазамыз. Мысалы, сосын тілді таңдасаңыз болады. Мұнда қазақ тілді айтпақшы бар. Қазақ тілін таңдасақ болады. Бірақ біз орысшасын қалдырайық. Осы сабаққа. Содан кейін мына жерде сізге имя пользователя и пароль береді. Соны сіз өзіңізге жазып қойыңыз.
ертең ұмытып кетпеу үшін сізге бұл керек болады. Оны жазып алу үшін мына жердегі көздің белгісіне басасыз. Сол кезде сізде пароль көрінеді. Содан кейін база данныйға басасыз. Бұл жерде де мына көзге басасыз. Содан кейін мына жерге өтесіз. Мына жерде де ештеңе өзгертпейсіз. Содан кейін өте маңызды қадам,